Мамыр айының 9-ы 2024 жыл. Осылай караванерлермен бірге 3 күндік саяхатқа шықтық Астанадан. Астанадан 100 шақырым жерге Конкринка деген жер бар екен. Сол жерге бардық. Барлығымыз жиналып жатырмыз. Сол жерде бір орман бар екен. Саябақ бұрын жасаған екен. Конкрин деген кісі. Ол кісі граф болған екен. Менімен бірге солтүстік Қазақстанда бірге саяхаттаймыз. Бұрын граф өмір сүрген екен, соның жері екен. Осы кісілермен 3 күн бірге боламыз. Түнейміз. 3 күнге кеттік қаланың сыртына. Зеленый, красный, синий. Все форматы, пожалуйста. Осындай. Енді мына жақтың иісін айтпақ қоян. Иісі тамаша. Ана кукушкамыз куковать етіп жатыр. Енді күшті. Кеттік енді. Мына кісі бізді алып жүрген, бәрін организовать етіп жүрген. Алдында көк киген. Сол қайқа бар, цеха барамыз. Барған жерлеріміз түсіріп тұрамын. Көресіздер. Бізде әлі қар бар. Қар көрсетейін бе сендерге? Мұнан бәрі қар. Осында әрбір жерде осында қар әлі бар бізде. Таза еріген жоқ. Бұл солтүстік Қазақстан. Мынау парк. 150 жыл бұрын деген кісі неміс. Декабристер кезінде осы жаққа сосылан деп отыр ғой. Қуғынға осы жаққа жіберген. Сол кісінің еккен мына саябағы талдар. Осы мына өте ескі талдар. Сол кезде осы егіпті осы парк жасаған. Өте жуан талдар. Осындай жерде жүрміз. Өте ескі талдар. Солтүстіктің гүлінен сендерге. Әдемі гүлдер көп екен. Подснежник деп қояды осыны. Бәрі кетіп қалды. Мен ғана қалдым. Тамаша екен. Кетіп бара жатырмыз барлығымыз. Тағы басқа бір жаққа. Хороший тандемчик. Ақкөл деген жерге келдік. Астанадан 100 километр қашықтықта. Мен осының бәрі біргеміз жүрміз әлі. Жаңадан бір музей ашылыпты. Соны бізге қазір көрсетеді, бірақ әлі ашылмаған. Мен қызыл лентасы тұр, әлі ашылмаған. Сол ішіне видео, фото түсірмеңдер деді. Жерге келдік. Бұдан кейін бір жаққа барады екенбіз. Телешкіге отырасыңдар деді, машинаны қалдырасыңдар деді, трактордың телешкіге отырасыңдар деді да, бір жаққа барасыңдар дейді, білмеймін, көреміз. Осылай Ақкөлде бір музей ашылу керек болатын. Бір себептермен ашылмай қалды, көре алмай қалдық. Енді біз Сарқырамаға бара жатырмыз. Біз көліктерімізді бір ауылдың шетіне қойдық та, одан әрі барлығымыз тракторға отырып, Әулие Бұлақ деген Сарқырамаға бара жатырмыз. Осылай папалям деп күшті келе жатқанбыз. Орман арасында таза ауада тамаша енді. Бір кезде бір судан өтпекші болып едік. Тракторымыз өшіп қалды. Зато не на работе. Самой? Зачем? Зачем эти смелые напитки с собой возить? Когда половина... Әйтеуір бір трактор келіп бізді сүйреп шығарды, жолымызға салып жіберді. Қайтадан Сарқырамаға бара жатырмыз. Әулие Бұлақ Сарқырамасына да жеттік, бірақ тағы да жая жүруіміз керек екен. Бір 15-20 минут. Тракторды қалдырып, әрі жаяу кеттік осылай. Енді табиғат керемет, таза ауа, нетронутный жер деп қойды ғой. Сонда жер екен, енді керемет енді мына табиғат.
Әулие бұлақ сарқырамасына да жеттік. Міне өте тамаша, керемет деген сарқырама. Мына жерге кішкене орындықтар қойыпты, отырып тамақ ішіп алғанға. Бұл сарқыраманың үстінен көрініс. Міне төмен қарай ағып жатыр. Жаңа астынан болған көрініс. Енді керемет мына сарқырама. Осылай водопадты тамашалап, әлі үстінде жүрміз. Керемет енді мынау. Бұл сарқырамаға осылай көктем кезінде келген жақсы. Жазында күзге таман бұл жоқ болады екен, тартылып қалады екен. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this Осылай әулие бұлақ сарқырамасын керемет тамашалап көрдік. Видеоға түсірдік, фотоға түсірдік. Енді керемет мына жер болды. Келгенімізге мүлдем өкінбейміз. Келіңіздер, көріңіздер, тамаша жер екен. Осылай қайтадан тракторымызге отырып алып, папалям деп әндетіп, көліктерімізге бара жатырмыз. Кеш батты. Это машина рукой. Біз енді бірінші күніміз қонайық деп жатырмыз, түнейік деп. Зеренданың бір жағы, мынау біздікі. Мына жақта қалғандарымыз осы. Енді есі керемет, тамаша. Құдай тынышын берсін. Осы жерге қонамыз қазір. Грилімізді, шашлығымызды пісіріп, үстелімізді жайып сөйтеміз. Бармаған жеріміз жоқ, бір күшті водопадқа бардық. Енді тамаша болды, өте қызық. Күшті болды. Демалысымыз күшті өтіп жатыр. Вот эти деньги. Потом они сразу приходят. А что ты хочешь к чаю? Вот так легко. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. Ертеңмен тұрсам, осындай күн, шаңқайып, орман, құстар. Мына жерде бәріміз ұйықтадық. Бәрі жиналып жатыр. Ертеңмен тұрсам осындай міне бұлақ. Осындай орманда ұйықтадық. Керемет.
Мына жерде керемет бір су ағып жатыр. Міне мына өзеннен бері қарай құйылып ағып жатыр екен, бұлақ болып. Не өзен екенін білмеймін. Сондай әдемі мына көрініс. Құстар, үйректер, қаздар шомылып жүр. Мына жерде бұрын адамдар тұрған екен, мына үйдің қалдығы. Осындай әдемі жерде әдемі көрініспен тұрған екен. Мына жерде құстар көп екен, үйректер жүзіп жүр міне. Ұшып, шомылып. Әдемі сондай. Мына жерде аққулар ма, қаз ба ұшып жүр жолда. Енді біз әрі Зерендіге бара жатырмыз. Ол жақта каньон бар дейді. Водопад бар дейді. Сол жаққа қарай бара жатырмыз. Осындай барлықтарымызда рация бар. Бір-бірімізді қадағалап отырамыз, қалып қалмас үшін. Зерендіге де жеттік. Міне барлығымыз осы жерде тоқтап күтіп тұрмыз. Артта қалып қалған адамдарды күтіп тұрмыз. Міне каньонға да жеттік. Каньон, водопад дейді екен. Адамдар өте көп екен. Бүгін екінші күн Зерендіде жүрміз. Осындай водопад, каньон деп қойды екен. Адам деген өте көп. Осындай жерде жүрміз. Водопад, каньонды да көрдік. Өте әдемі, табиғат сондай сұлу. Біз енді әрі озеро Белое деген жерге келдік. Озеро Белое. Полянка здесь. Осы өзеннің жанына жайғасып алдық. Енді біз қайығымызды алып алғанбыз. Осылай қайықпен серуенге шықтық. Белое озеро деген жерде жүрміз. Зеренді ар жағындамыз. Осылай біздің 3 күндік саяхатымыз керемет тамаша өтті. Рахмет табиғат, рахмет караванерлер. Рахмет осы 3 күндік ұмытылмас саяхатты ұйымдастырған ұйымдастырушыларға деп кетіп бара жатырмыз. Еркін саяхат қызық болса, каналыма жазылыңыздар. Қоңырауды басыңыздар, жіберіп алмаңыздар, лайк басып, комментарий жазып отырамыз.